Ассалаумағалейкум, молдеге. Алейкум ассалам. Амансыз ба? Молдеге, мына етігім жыртылып қалды, асығыс сен тік беріңізші өтініш. Оны тастап кетесің, кешке тік қоямын. Асығыспын деймін, молдеге. Мынаны майдалау керек болып тұр ғой маған. Бұны өзім майдалаймын, сіз тіге беріңізші мынаны. Байқа, мен де кетуім керек көп. Болды, өзім уайымдаймын. Уайымдамаңыз. Сен де ете. Молдеге, ананы жібін арасын тығыз қылып тігесіз ғой. Мен білем. Сен ананы. Шай! Шай! Не алсаң бәрін төгіп өтсің ғой. Ой, төккенде сіз ана табанын дұрыстап тіксеңші, табан ажырап кетпесін бе. Сен бақыр ананы дұрыс ұрып атқан жоқсың. Сен ананы жақындаған кезде, аз алда жақындаған кезде матып басса кәдімгі еркек адамсың. Не біледі? Ана ұлтарағын шығып кетпесін. Молдеге, ұлтарағын дұрыстап тігесіз ғой. Ұлтарағын жақында. Ана ішінде ірілер қалып кетсе бар ғой, малдар жемей қояды. Бекерден ысырап болады да оның барлығы. Болды. Ана молдеге сосын тілі шығып кетпесін, алды бар ғой тілі. Болмаса бүйтші бақыр. Әкеші мынаны. Өзің тікші. Сөйдем ма? Әркім өзінің жұмысын істесінші. Өзің жақсы тігетін сияқтысың ғой.